келісер, ортақ әліппе болсын, осы тұрсын деп. Бірақ бәрібір әркім өзінше латынға көшіп, өзінің латынында қалады. Ортақ қорғаныс, ОДКБ сияқты немесе ұжымдық қауіпсіздік, НАТО сияқты. Әр елдің өзінің мүддесі бар, жалпы соның ішінде экономикалық. Өйткені геосаясатта осы ойын жүріп жатыр әлі. Грузиядағы ішкі жағдай қалай өзгереді, Түркияның өзіндегі ішкі жағдай қалай өзгереді. Геоэкономикалық тұйықтығын жарып шығу, әлемдік нарыққа шығу жол ретінде, балама ретінде қарастырып жүр ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз жақында Әзербайжанның Габала қаласында өткен Түркі мемлекеттер ұйымының саммитіне тоқталамыз. Бұл саммит түркі елдер арасындағы саяси, экономикалық және мәдени ынтымақтастықтың жаңа кезегін бастағандай болды. Осы тақырыпты бүгін біз сарапшыларымызбен бірге талқылап көрейік деп отырмыз. Ендеше бірінші сұрақ, жалпы мен геосаяси өлшеміне тоқталғым келіп отыр. Габаладағы саммит осы геосаяси бір аласапыран кезінде өтіп жатқанын біз байқап отырмыз. Жалпы қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі түркі мемлекеттер ұйымының рөлін және оның аймақтық ықпал ету орталық ретінде әлеуетін жалпы қалай бағалайсыздар? Осы ұйым бір ауыз толтырып айтарлық халықаралық ойыншыға айнала ма қазіргі таңда? Бірден жауап берейік. Халықаралық ойыншыға айнала алмайды. Өйткені жағдай өзі күрделі. Өзіңіз айтқандай, оның ішіндегі әркімнің өзінің бір мүддесі бар. Мынау Қазақстан, Қырғызстан сияқты елдер, мысалы Евразиялық экономикалық одақта, жаңағы ОДКБ дейсіз ба, сонда бар. Тек қана әркімнің өзінің және түркі әлемі бар. Әзербайжанның түркі әлемі қойған мүддесі басқа, Қарабақта, сол оңтүстік Кавказда бір мүдделерді шешу, коридор болу, солтүстік оңтүстік, Түркиянікі мүлде басқа. Бірақ принциппен бір жағдаймен осы Орта Азияға өзінің ықпалын жүргізу, келу мақсатында ол 34 жылдан бері осы ұйым байқасаңыз жүріп жатыр. Кезекті отырыз. Тек қана бұл жолы қосылған анау жағдайлар болды ғой. Түркияның енді классикалық сол ұсынатын тірлігі, ортақ түркі әліппесі деп бір-екі кітапты жазып алып келді. Біреуі қырғыз, біреуі түрік тілінде ортақ әліппемен оны түсінетіндігін. Жалпы анау бұл ішіндегі детальдары ғой. Ал келсек, осы жағдайда мысалы Қазақстан өзінің сыртқы көп векторлық саясатын 90 жылдан бері жалғастырып келатқан осындай бір формат арқылы, енді осындай бір түркі мемлекеттері ұйымы форматы керек. Қазақстан үшін экономикалық жағынан, Түркия үшін бұл осы Орта Азияға ықпал ету. Жалпы алғанда ол сол аймақты мына рөлге үлкен ықпал ету айнала алмайды. Өйткені олардың экономикалық мынау сауда саттықтары өте аз. Сондықтан бұл бір-біріне жаңағы үлкен дәрежеде көмектесе алмайды. Біреуі НАТО-да отыр, біреуі Ресейдің НАТО-сы, ОДКБ-да отыр. Соны ұмытпау керекпіз. Осы сұрақтың жалғасы ретінде, жалпы енді бізді біріктіруші факторлар өте көп дейміз ғой. Енді осы ұйымның әрине әскери саяси ұйымға айналу ықтималдығы аз, бірақ дегенмен де енді кім Нұрекең бір пессимистік көзқарас ұстанып отыр. Сізде мүмкін бір осы орталықтың бір ықпалды күшке айналуға деген бір факторларын бар шығар. Бар шығар, мүмкін. Енді бұл жерде мен Нұрекең бұл жерде скепсис емес, бұны тіпті пессимистік деп айтуға келмейді, реалистік деп айтсақ. Реалистік жалпы. Халықаралық қатынастарды алып қарайтын болсақ, тек қана бір көрсеткіш, яғни тілдік туыстық негізінде құрылған ұйымдардың беделді геосаяси немесе экономикалық бірлестікке айналуын
біз көріп отқан жоқпыз. Мысалы испан тілді болсын, басқа да ассоциацияларды қарайтын болсақ, гуманитарлық мәдениет тілдік жағынан араб елдерінің мысалы араб елдері, ал түрік мемлекеттерінің ұйымы ол бір ғана көрсеткіш, тілдік туыстық. Мысалы дін болсын, мәдениет болсын, ол жерде былай соның өзінде айырмашылықтар бар. Ал біз әлемдегі қазір беделді ұйымдарды алып қарайтын болсақ, ол жерде тікелей материалдық көрсеткіштерге негізделген, немесе ортақ қорғаныс, ОДКБ сияқты, немесе ұжымдық қауіпсіздік, НАТО сияқты, немесе нақты экономикалық мүдделер, Европалық одақ секілді, немесе мысалы қауіпсіздікті алатын болсақ, тіпті Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ол жерде бәріне анық байқалатын, көрілетін материалдық көрсеткіштің негізінде, критерийдің негізінде құрылған ұйымдар. Тек қана бір туыс тілдерде сөйлейтін мемлекеттер бірігіп, бірақ олардың Нұрекең айтқандай экономикалық мүдделері, қауіпсіздік мүдделері, және олар тіпті бір-біріне қатысы жоқ, немесе мысалы Түркия мен НАТОға кіретін, Түркия мен ОДКБ-ға кіретін мысалы Қазақстан сияқты мүлдем ұқсас емес, кейде тіпті бір-біріне қарама-қарсы тұратын ұйымдарға мүшелігі одан бір нәтиже шығады деп айту әзірше ертерек. Сондықтан оны әрине көрермендердің былай айтқанда пантюркистік немесе түркі туыстығына сенетін бауырластық деген сезімдерін түсінуге болады, бірақ оған тым асыра көп мән берудің де қажеті жоқ. Яғни, сіздердің айтып отырғаныңыз, жалпы елдердің осы ұйымға қатысуының жаңағы бұл бауырластық басқа да жаңағы емес, бұл таза прагматикалық, әр елдің өзінің жаңағы мүддесі бар, жалпы соның ішінде экономикалық. Осы тақырыпты ары қаратай жалғасатын болсақ, мен екінші сұрақты осы экономикалық, жалпы көлік логистикалық мәселелерге көшкім келіп отыр. Жалпы орталық Азия елдері үшін қазіргі ең өзекті мәселелердің бірі әрине бұл көлік логистикалық дәліздері және әлемдік нарықтарға шығу мүмкіндігі. Саммитта қабылданған шешімдер осы Транскаспий дәлізін дамытуға және жалпы орталық Азия мен түркі кеңістігімен экономикалық байланыстың күшеюі қаншалықты шынайы және бұл ретте қандай кедергі болуы мүмкін жалпы? Енді біздің президент үнемі Транскаспий дәлізін осы Қазақстан мен жалпы орталық азиялық республикалардың жаңағы геоэкономикалық тұйықтығын жарып шығу, әлемдік нарыққа шығу жол ретінде, балама ретінде қарастырып жүр ғой. Жалпы осы жобаның осы Кавказ елдері, жалпы түркі мемлекеттер одағының аясында іске асыру қаншалықты мүмкін? Жалпы оларға кедергілер не болмаса бір жақсы жағымды жақтары бар ма екен? Теориялық жағынан алғанда көп нәрсе мүмкін. Көп айтсаңыз сол келіп тұр, былай Каспийден ары бері кеме жүзіп жүрсе, осы уақытқа дейін енді анау басқаларын саламыз дейді. Бірақ біздің энергия мұнайларымыз бәрі Ресей арқылы кетіп жатыр. Ол тағы бір реал жағдай. Бұл жол болмай болған жоқ, бұрында да болды. Баку, Тбилиси, Жейхан, мынау труба барды, құбырлар сол жақпен немесе сол арқылы өтіп жатты. Енді бәрінің күтіп бір мынандай бір кезең басталғандай болып тұр ғой. 800 километрдей ұзақ деді Грузия арқылы Түркияға кіру. Енді мынау Зенгезур коридоры деді. Тұран жолы деді. Тұран жолы деді. Ол кейін Трамп жол болып кетті. Тұран жолы өздеріңіз анау көрген 42 километрді Әзербайжан мен Армения Ақ үйге барып, анау ақшта соны бекіткен болды. Бұл сол үміті орталық дәліз. Орталық дәліздің өзі енді біз экономистердің айтуына қарағанда ол күрделі. Тек қана экономикалық жағынан анау келді, кемелеріңіз тоқтады, жүгін артты, қайтадан түсірді. Бірнесе мүмкіндіктер аз, өйткені кемелердің саны да шектеулі, кемелерді түсіргеннің өзінде тағы бір саяси жағы бар. Сол аймақ тұрақсыз. Ол Грузияның өзі ары бері өтіп мынау бір нақты болған жоқ. Енді ол да өзінің сыртқы саясаты шығар. Грузияның көпвекторлы саясат, осы аймақта ұстап тұрам деген. Көрдіңіздер кешегі сайлауларда тағы да дүмпулер. Өйткені бір ел Қара теңізге шықты, бір ел Каспийге шығып тұр. Әзербайжан мен Грузия, екеуі сол аймақтың ең басты мынау жүрегі десе болады. Өйткені геосаясатта осы ойын жүріп жатыр әлі. Түркия өзінің осы не арқылы кіргісі келеді. Олында
теңіздерге толы, Жерорта теңізі тұр, Эгей тұр, Мармара тұр, жоғарысында Қара теңізі тұр. Ендігі арманы анау Каспийге келу. Каспийде білесіз, екі алып мемлекет, Ресей, Иран, ешкімді кіргізгісі келмейді. Сөз жүзінде бесеуіміз ғой, бірақ ішіндегі ең үлкен Иран мен Ресей. Біреуі солтүстігінде, Каспийдің біреуі оңтүстігінде. Сол жерде бір тұрақтылықты қалайды бәрі, бірақ сол қиын сияқты әзірге. Өйткені үлкен жобамен Түркия осы жерде осыны ойлайды, оның артында үлкен жобалардың барлығы үлкен мемлекеттер тарапынан шешіледі. ақш бар. Осы тағы Қайрекен айтып отыр ғой, реалдық жағдаймен қарайық, сол реалдық жағдаймен қарағанда осы Туран идеясы болсын, басқа жүгіріп жүр ғой қазір, алап қойып, ойбай түркі бір құрыла қалады, бәрі тамаша болады деп. Яғни ол сол артында тұр, оның жағдайы, оларда реалдық жағдай мына жерде контролда ұстау. Кешегі локомотивтерді сатып алғаннан өзіне көрініп қалды. Анау мен жоқпын ба дегенде Қытай да келіп жатыр, сен де осы жерде барсын, сенің локомотивіңді алып, ананың жүгін тасимыз деген сияқты бізде барлық жағдайды әкеп жатыр енді біздің сыртқы саясатта, осы жерге, осы жолда. Яғни сіздің ойыңызша осы жалпы орта коридордың, орта дәліздің өміршеңдігі түркі мемлекеттер ұйымының қатысушыларынан емес, көбінесе сыртқы ойыншылардан және ұлы державалардың несінен, былайша айтқанда саяси ерік-жігеріне тікелей байланысты деп отырсыз. Байланысты. Неге қосыласыз ба? Ол қосаңыз мүмкін тағы да бір айта алмай қалдық варианттар бар шығар. Нұрекең былай айтқанда толыққанды несін берген болатын, былай айтқанда бейнесін салып берді, суретін жағдайдың. Бұны мысалы тіпті ғылыми тұрғыдан алып қарайтын болсақ, Нұрекең айтқандай сыртқы факторлар, Иран болсын, ол жердегі жағдай қалай өзгереді біз білмейміз. Оңтүстік Кавказдағы Армения, Азербайжан қатынастары қалай өзгереді, Грузиядағы ішкі жағдай қалай өзгереді, Түркияның өзіндегі ішкі жағдай қалай өзгереді. Яғни түрлі ауыспалы факторлар өте көп. Мысалы, ол Қазақстан болсын, немесе Орталық Азиядағы мемлекеттердің ықпалынан тыс, тіпті болжау қабілетінен тыс ауыспалы факторлар көп болғандықтан, оны ертең былай болады, бүрсі күні былай болады деп нақты болжау беру өте қиын. Оны мойындауымыз керек. Біз аймақтың өзінің ерекшелігі сондай, Каспийдің ар жағындағы жағдай тез ауысып отырады. Яғни, бұл оптимизм кейбір сарапшыларда неге туындады? Осы орта дәліздің орта мерзімді уақытта бірден жұмыс істеп кетеді деген мәселесі. Бұл анау Әзербайжандағы Таулы Қарабақтың мәселесі шешілді. Енді түпкілік шешілген жоқ, бірақ дегенмен де енді Әзербайжан өзінің бақылауына алды. Сонан кейін бір үміт пайда болды. Егер осы жерден Зангезур коридоры, барлық басқа да жолдарды ары қаратай ілгерілетіп әкетуге болады деген бір үміт қоймашы. Жарайды, онда енді оның артын бағып тағы да айта жатармыз. Енді мәдени гуманитарлық салаға мен ауысайын деп отырмын. Енді Нұрекең скепсисіне қарамастан, жалпы саммит декларациясында түркі елдері арасындағы мәдени және білім беру өзара іс-қимылының маңызы атап өтілді. Жалпы сіздердің ойынша осы түркі мемлекеттер ұйымы ортақ түркі бірегейлігін қалыптастырудың нақты алаңына айнала ма? Тек осы символикалық деңгейде емес, мәдени дипломатия, мысалы жұмсақ күш арқылы енді бізде көп айтылып жүр ғой, бірақ дегенмен де бұны да ескермеске болмайды. 90-шы жылдардан бастап біз осы салада үлкен жұмыстар атқарылып жүр, бірақ дегенмен де шаруалар әлі көп сияқталды да. Мәдени гуманитарлық байланысқа сонда 34 жылдан бері мәдени шаралар өткізіліп жүр, басқа жүр. Мақсат не? Ұлттық түркі бірлігі, құндылықтар деңіз бе, бірегейлік не? Сонда қай бірегейлік ол? Мәселе сонда болып тұр ғой. Ол бірнеше жылда мәдени астаналарын жариялап жатыр, жастар қаласы деп, бір-біріне бар, түркі әлемі астанасы деп, енді ол ана пәлен жазушының басқаның бір-біріне бұл жүріп жатыр. Бұл процесс бар. Бір науқандық тірікті ретінде қалып жатыр, немесе бір пропагандалар соның арасында кетеді. Тағы да Түркия жағын айтайық, ортақ тіл, әліппе деген сияқты. Бұл негізгісі ең Түркияның
осы жобаларды іске асырып алса, ар жағы оңай болатынын олар түсініп тұр. Өйткені ортақ тіл енді бола қоймас, ортақ тілде де айтылып қалып жатыр. Көреміз оны болашақта. Сол енді қайта айтайын, мәдени басқа шара деп көрдік қой. Онсыз да біз Орта Азияда біз осы аймақта тұрамыз, бір-біріміздің тілімізді түсінеміз, мәдениет жақын. Енді Каспийдің ар жағындағы біраз Кавказдық мәдениет көріп, Әзірбайжан ол да бізге алыс емес, оны да көріп жатырық. Дегенмен жаңағы мәдениетті айта береміз, материалға тіреледі ғой, экономикалық жағдай. Көріп біліп танып отырмыз сол жағдайды, ары қарата қаншалықты қажет екенін, оның да мәдениеттің басқаның біз бір-бірімізге сол араласқанда, және оның тілі бар ортақ, қай тілде сен көп араласасың. Орыс тілінде ма, ағылшын тілінде ма? Әлемдік тәжірибеде сондай болды ғой, жаңағы ортақ тіл, мысалы жаңағы Еуропадағы эсперанто деген сияқты, бірақ ол өзінің өміршеңдігін көрсете алған жоқ. Енді бізде де мүмкін жас Түркия республикасын алмағандар, енді бізде көбінесе жас мемлекеттер ғой, жаңағы, әрине олар өзінің жаңағы тәуелсіздігімен бөлісіп, не болмаса жаңағы өзінің бір бірегейлігінің жарысымен ортақтасып біреуге беру деген ол өте қиын сияқты. Мен осы бір қорытындылап өзім айтып, менің ойымша мәдени қарым-қатынастар өте жақсы, жеткілікті дәрежеде жүріп жатыр, жетеді. Яғни оның арыға жылжытып, ол ортақ алфавит, ортақ не деп оны айтудың қажеті. Тек қана ол емес, басқа ары келіп кетіп, жаңағы сол экономикалық тиімділік болса, ол өзінен өзі кететін ары қарата. Ең бастысы экономика, сосын барып мәдени салада. Қол қосаңыз ба? Сәл ғана толықтырып өтейін. Бұл жерде мәдениет, білім, ғылым, жалпы гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты алып қарайтын болсақ, түркі мемлекеттері ұйымы осы жерде ең нәтижелі болуы мүмкін. Өйткені енді жасыратын несі бар, осы орталық Азия мемлекеттері біздің бірқатар көршілеріміздің латын әліпбиіне көшуі негізі үлгілетінде Түркия алынған болатын. Оның үстіне Нұрекең айтқандай 30 жылдан астам мысалы Түркия түрлі мәдени жобаларды, білім беру жобаларды, мысалы сол лицейлерді алып қарайтын болсақ, университеттер сол салада ынтымақтастық дамып жатыр, бірақ оны тағы да бір өте үлкен үміт артудың қажеті жоқ. Өйткені біз бәріміз мойындауымыз керек, біз былай айтқанда ортақ түркі сана сезімі, түркі біртектігі ертең бола қалады, бәріміз түркі болып кетеміз деп айтуға ерте, немесе тіпті негізі жоқ деп айтуға болады. Мысалы, қарапайым ғана сұрақ, осы түркі мемлекеттерінде тұратын адамдарды сен кім деп сұрасаң, мен қазақпын дейді, өзбекпін, әзірбайжанмын дейді, мен түркімін, түрікпін деп ешкім айтпайды. Немесе осы орталық Азиядағы жүрген адамдарды сұрайтын болсақ, сен осы түркі елдеріндегі қандай жазушыны, ақынды, композиторды білесің десем, ары кетсе Шыңғыс Айтматовты айтады. Мысалы, Түркияда кім не істеп жатыр, біз мүлдем хабарымыз жоқ. Сондай. Сондықтан орта мәдениет сана сезімді қалыптастырады деп айту әзірше ертерек. Қосып жіберейін, шамалы бір минутқа. Жаңа айтып жатырсыздар, осы мәдени басқа іс-шаралардан. Осы түркі мемлекеттеріне ұйымына мүше елдерді, мүше еместі қараңыз. Түркменстаннан кім бар? Венгрия бар, Мажарстан. Одан кейін оның жағы тағы ішінде алауыздық бар, солтүстік Кипрдің президенті Ердоған қолынан жетектеп алып жүр, әр жерге барады. Бізге кіргізбейді, дұрыс жасады. Енді қараңыз, сол түркі мемлекеттеріне ұйымына мүше елдердің сыртқы саясатының ешқайсысында бірінші орында осы түркі мемлекеттер ұйымы тұрған жоқ. Ол оригинал, сыртқы 4-ші, 5-ші, 6-ші орындарда жүр. Ол бір. Екіншіден, жаңағы оның ішіндегі түсініспеушіліктерін, басқа өзінің әркімнің мүддесі, кешегі Кабулада тағы орындығы, одан бұрын Бішкекте болғанда да сол ортақ әліппені ұсынған. Оған мысалы Қазақстан цифрлық жағын ұсынса, басқасы басқа инвестицияны анау ұсынып жатыр. Түркия осы жолы жаңағы өзінің 29 әліппесіне 5 әліппе қосып, Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын қырғыз тілінде латын әліппесінде жазып келді. Енді оны түсінетін қырғыз өзі жақсы түсінеді, 90 қазақ түсінетін жақ қырғызға жақын аналар ол түсінбейді. Оны ішінде жүрген адам ретінде мен білем, көріп жатырмын. Содан кейін тағы да Әзірбайжан 32 әріпте өзінің әліппесі, Түркмен 33 өзінің, өзбек өзінің әліппесінде қалады. Анау қабылданған мүмкін
бір әр мемлекет сол өз мүдделері үшін соған келісер, ортақ әліппе болсын, осы тұрсын деп. Бірақ бәрібір әркім өзінше латынға көшіп, өзінің латынында қалады. Осы аймақта. Әзербайжан өзінің латынынан бас тартпайды, сол ортақ әліппе үшін. Осы жағдайда болды. Яғни біз яғни сол ортақ әліппенің болашағы жоқ, және болмау да керек. Ол Қазақстанның қауіпсіздігі үшін, басқа мемлекеттердің де қауіпсіздігі үшін өте қажет. Өйткені бұның бір маңызы жоқ. Анау біз латын қарпіне көшеміз дегенде де бір топ жаңағы лингвисттер осы латын қарпінің түркі жаңағы моделін алайық деп ұсынған кезде, оны да жаңағы біз көп қарастырған жоқпыз ғой, өзіміздің жаңағы моделімізді алып жатырмыз. Енді құрметті көрермендер, сарапшылар біздің студияға келіп қызық пікірлеріңізбен бөліскеніңіздеріңізге рахмет. Келесі эпизодта, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, құрметті көрермендер. Біздің арнаға тіркеліп, өздеріңіздің комментаріңызды жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.